Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгінгі тақырыбымыз тарихқа байланысты, яғни қазақ хандығының құрылуы ұлы даланың жүрегі деп аталады. Енді қысқаша кіріспеге келетін болсақ, яғни қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының тарихындағы ең маңызды кезеңдердің бірі болып табылады. Бұл оқиға ұлы дала мемлекетінің жаңа кезеңін ашып, қазақ ұлтының өзіндік даму жолын айқындады. Біз бүгін осы тарихи процестің негізгі сатыларын, оның қозғаушы күштерін және қазақ халқы үшін маңыздысын қарастыратын боламыз. Яғни хандықтың алғышарттары ең бірінші сол бізде Моғолстанның әлсіреуі, екіншісі Әбілқайыр хандығының құрылуы, үшіншісі көшпелі тайпалардың бірлесуі, ал ең соңғысы Жәнібек пен Керейдің көтеріліп, яғни 1465 жылы қазақ хандығының құрылуы. Қазақ хандығының құрылуы ол біздің Қазақстан тарихының бір тарихи сәті болып табылады. Яғни Жәнібек пен Керей сұлтандары Моғолстан ханы Есенбұғаның қолдауымен қазақ тайпаларын Шу мен Қозыбасы өңіріне бастап келіп, алғаш қазақ хандығының негізін қалаған кезеңі осы жылдармен байланыстырады. Яғни 1465-1466 жылдар. Бұл кезде халық оларды қазақ деп атады. Бұл еркін адамдар деген мағынаны білдіреді. Енді басты тұлғалар бізде жаңағы айтып кеткендей Жәнібек пен Керей. Олар қазақ хандығының іргетасын қалаған хандар болып табылады. Қазақстан тарихында олардың рөлі ерекше. Енді хандықтың географиясы және тайпалық құрамына келетін болсақ, олардың аумағы алғашқыда Шу мен Талас өзендерінің бойын қамтыған. Кейіннен олар өз шекарасын кеңейтіп, бұл жерлер мал шаруашылығына қолайлы жайылымдарға бай болды. Тайпаларға келетін болсақ, хандықтың негізін құрған тайпаларға Қыпшақ, Найман, Арғын, Керей, одан бөлек Жалайыр және басқа да қазақ ру тайпалары атсалысып кірген болатын. Оларды ортақ тағдыры мен мәдениеті бірігуге себеп болды. Саяси және әлеуметтік құрылым. Оларда ең бірінші хан билігі, одан кейін сұлтандар мен билер, үшіншісінде адат пен шариғат, төртіншісінде ру тайпалық құрылым болды. Енді маңызды және салдарына келетін болсақ, қазақ хандығының құрылуы қазақ халқының тағдырында шешуші рөл атқарды. Ең бірінші сол мемлекеттің негізі, екіншісі ұлттық бірегейлік, үшіншісі тәуелсіздікті сақтап қалу болды. Әбілқайыр хандығынан көшу. Яғни бұл да бір тарихи сәт. Әбілқайыр хандығынан бөліп шығудың негізгі себептері мен оның қазақ хандығының құрылуына әсері ең біріншісі Алтын Орда, Ақ Орда, Әбілқайыр хандығы және қазақ хандығы. Енді осының барлығын қысқаша сіздерге түсіндіріп бердім. Қорытындылайтын болсам, қазақ хандығының құрылуы бұл тек бір мемлекеттің пайда болуы ғана емес, сонымен бірге ұлы дала халқының бірлігі мен еркіндігіне деген ұмтылыстың жарқын көрінісі. Бұл оқиға қазақ тарихының алтын бетіне жазылып, ұлттық мақтанышымыздың қайнар көзі болып қала береді.